21-де 24-ші есептің екіншісін көрсетейік. X тең F тең 1 бөлінген 2-ден 1 X қосу 3-тің 3 дәрежесі. Есептің берілгені. Жаңағы алғашқы есеп сияқты, бұнда да X 2-ден 1 X қосу 3-тің минус 3 дәрежесі деп бөлшексіз жазып алуымызға болады. Осы жерде бөлшексіз жазғанымызда, мына жерде X-тің минус 3 дәрежесін былай көрсетіп кетуімізге болады. X тең F тең 1 бөлінген 2-ден 1 X қосу 3-тің 3 минус 1 дәрежесі. Минус 3 плюс 1 дәрежесі болады мына жерде. 3 минус 1 дәрежесі дұрыс. Мына жерде алғашқы функцияның формуласын жазып өттік мінекей. Алғашқы функцияны табудың 1 бөлінген X-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы, минус 1 бөлінген X-тің n минус 1 дәрежесі алғашқы функциясы. Осы формулаға салдық мінекей. Мына жерде 2 дәрежесі еді ғой. 2 дәрежесі еді, 2-ден 3 дәрежесі еді. 3-тен 1-ді алып тастадық, 2 дәрежесі қалды. Қосусы. Енді есептің шартында F минус 4 болғанда 3 болу керек дейді. Осы шартты қолданамыз. Мұнда 3-ті F-тің орнына қоямыз. X тен F-тің орнына алғашқы функцияның орнына қоямыз. Тең 1 бөлінген 2-ден 1 көбейту минус 4. Минус 4-іміз мынау 4 мінекей. Есептің берілгендегі X-тің орнына қойып жатырмыз. Қосу 3-тің 2 дәрежесі, қосу 1. Енді бізге шамдау қалды. 3 тең минус 1 бөлінген 2-де мына минус 2 дегеніміз 4-пенен 2-ні қысқартып жібердік. Сонда минус 2 шықты, плюс 3-тің квадраты қосу с болады. 3 тең минус 1, минус 2-ге 3-ті қоссақ 1 болады. 1-дің квадраты мінекей. Қосу с. Мұнда минус 1 шықты, 1-дің квадраты 1, минус 1-ді 1-ге бөлсек 1 болды. 3 тең минус 1 қосу с болды. Олай болса с бізге 4-ке тең екеніне, минус 1-ге 4-ті қоссақ 3 шығады ғой. Есептің жауабы тең болады. 1 бөлінген 2-ден 1 X қосу 3-тің квадраты қосу 4. Есептің кітаптың соңындағы жауаппен салыстыруларыңызға болады. Есептің жауабы осылай болып шықты. Келесі есеп. Келесі есеп бізде 1-де 25-ші есеп. X тең F тең 1 бөлінген косинус квадрат 2x минус пи бөлу 4. Мұндағы тура алғашқы есеп сияқты F пи бөлінген 4 болғанда 1 болатындығын дәлелдеңіздер дейді. Бұл есепте енді бұл есептің біріншісінде 1 бөлінген косинус квадрат 2x минус пи бөлу 4 тең. Осы функцияның алғашқы функциясын табуымыз керек. Біз білеміз, балалар, алғашқы функция 1 бөлінген косинус квадрат x-тің алғашқы функциясы тангенс x екеніне, үшінші тангенс x-ке тең. Енді бізде 2-ден 1, мұндағы 2-ден 1 дегеніміз үшінші ереже бойынша коэффициенті, x-тің алдындағы k коэффициенті 1 бөлінген k болып функцияның алдына шығатын. Мұнда 2x-тің алдындағы 2-ге теріс сан 2-ден 1 болып тангенстің алдына шығып кетті. 1 бөлу косинус квадрат x-тің алғашқы функциясы тангенс x екенін білеміз. Мынау тангенс сол. Бізде x-тің орнына, мұнда тангенстің аргументі x болып тұр ғой. Мұнда 2x минус пи бөлу 4 қосусы. Алғашқы функцияны таптық. Енді біз мұндағы 1-ді x тен f-тің орнына қоямыз. Өйткені 1-ді 1 тең 2-ден 1 тангенс 2 көбейту. Мұнда 2 x-тің орнына пи бөлінген 4-ті қойдық. Пи бөлу 4 мінекей. Мына есептің шартында пи бөлу 4-тен пи f деп тұр. Соны қойдық. Минус пи бөлу 4 қосусы. Енді шамдаймыз. 1 тең 2-ден 1 тангенс 2 мен 4 қысқарып кетеді, балалар. 2 мен 4 қысқарып кетеді. Сонда бізде пи бөлу 2 минус пи бөлу 4 қосу с қалады. Енді екеуінің ортақ бөлімі 4 болады. Мұнаға пиге 2-ден беретін болсақ, 2 пи минус пи бізде пи бөлу 4 болады. 4-ті 2-ке бөлсек 2 ғой. Толықтауыш көбейткіші 2 болады. 2 пиден пи таптасақ, мына пи қалды. Пи бөлу 4 қосусы. Енді 1 тең 2-ден 1. Мына 1 дегеніміз тангенс 45 градустағы мән тангенс 45 градуста 1-ге тең. Қосусы 2-ден 1-ді 1-ге көбейттік. Осы жерден сыны табатын болсақ,
бірден 2-ден 1-ді алатын болсақ, 2-ден 1, өйткені 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қоссақ 1 ғой. Бізге енді есептің жауабын жазу қалды. Алғашқы функцияның өзін жазамыз есептің жауабына. Қосу с. Мына біздің есептің жауабы болады. 2-ден 1 тангенс 2х минус пи бөлім 4 дегеніміз берілген функцияның алғашқы функциясы, а қосу 2-ден 1 дегеніміз мұндағы с-ның мәні. Есептің жауабы осылай. Енді 1-25 есептің екіншісінде тура осылай шығарамыз. Есептің берілгені x-тен f-тен 1 бөлінген синус квадрат 3х минус пи бөлінген 6. Есептің шарты пи бөлінген 6-дан f тең 9-дан 8 түбірасты 3-ке тең болатындығын дәлелдеңіз дейді. Бірінші 1 бөлінген синус квадрат x-тің алғашқы функциясын тауып аламыз. 1 бөлінген x квадрат 1 бөлу синус квадрат x-тің алғашқы функциясы болады бізде минус котангенс x қосусыға. Олай болса x-тен f тең минус 3-тен 1 котангенс x. 3-тен 1 деген бөліміндегі 3x-тің 3x қой. 3-ті 3-ке керісін 3-тен 1 деп шығарып жібереміз. Мына минус алғашқы функциядағы минус котангенстің алдындағы минус. Енді котангенс x-ті алып тастайық. 3x минус пи бөлінген 6 қосусы алғашқы функцияны таптық балалар. Енді біз x-тен f-тің орнына есептің шарты бойынша 9-дан 8 түбірасты 3-ті қойдық. Тең минус 3-тен 1 котангенс 3 көбейту x-тің орнына пи бөлу 6-ны қоямыз. Минус пи бөлу 6 қосусы. Сонда мына 3 пенен 6 қысқарып кетеді де 9-дан 8 түбірасты 3 тең минус 3-тен 1 котангенс пи бөлу 2. Мұнда 2 қалады. Пи бөлу 2 минус пи бөлу 6 қосусы. Енді пи бөлу 2 мен пи бөлу 6-ны ортақ бөлімге келтіреміз. 9-дан 8 түбірасты 3-тің өзін жазамыз. Тең минус 3-тен 1 котангенс. Мына жер ортақ бөлімі 6 болады. 2 пиден пиді алып тастаймыз. 3-тен береміз ғой. 3 пи. Мына жерге 3-тен берсек. Мына жерге 3-тен беретін болсақ. 3 пи болады. 3 пиден пиді алсақ 2 пи болады. 2 пи бөлу 6. 2 пи бөлу 2 мен 6 қысқарып кетеді балалар. Мына жерде пи бөлу 3 қалады. Мына пи бөлінген 3-тің қайдан шыққаны түсінікті болды деп ойлаймын. 3 пиден пиді алып тастаймыз. 2 пи қалады. 2 пи бөлу 6 қалады. Сонда 2 мен 6 қысқартып жіберсеңіз 3 қалатын екен. Пи бөлу 3 мынау шықты қосусы. Енді біз тангенстің 60 градустағы мәнін табуымыз, котангенстің 60 градустағы мәнін табуымыз керек. 9-дан 8 түбірасты өзін жазамыз. Тең 3-тен 1. Котангенс 60 градуста 3-тен түбірасты 3 қосу с. Осы жерден біз с-ны табуымыз керек. С тең 9-дан 8 түбірасты 3 қосу 3-ті 3-ке көбейтсек 9-дан түбірасты 3 болады. Минус еді ғой. Сонда екеуінің ортақ бөлімі бірдей. 8 түбірасты 3-ке түбірастыны 3-ті қоссақ 9 түбірасты 3 болады. 9 бен 9 қысқарып с тең түбірасты 3 болады. Енді бізге алғашқы функцияны табу ғой. Есептің жауабын жазу қалды. Есептің жауабын жазу үшін тауып алған алғашқы функциямызды жазамыз балалар. Оған қосамыз с-ны. С бізде мына жерге с емес түбірасты 3 деп қояйық. Бірде 21-ші есептің төртіншісін түсіндіріп өтейік. Бірде 21-ші есептің төртіншісі 4 бөлінген 5 түбірасты 2 қосу 3х минус 1 бөлінген 2 минус x-тің 4 дәрежесінің алғашқы функциясын табыңыздар дейді. Шешуі. Бізде 5-тен 4, 5-тен 4-ті бөлек жазып алдым. 3x-тің алдындағы 3k-ның орнында тұр. 3-ке керісін 3-тен 1 көбейту 2, 2 қосу 3x болды. Мұндағы 2 қосу 3х балалар. Түбірдің алғашқы функциясы. Түбірдің алғашқы функциясын біз білеміз. 2 түбірасты x болатын. 2 дегеніміз түбірдің формуласы. 2 қосу 3х берілгені. Мына жерде түбір болу керек қой, жазылмай кетіпті. Бірақ мұнда есептің берілгенде тұр балалар 3х тең.
Сонда былай болды. Минус. Енді біз мына минусты жаздық. 1/2 минус x-тің 4 дәрежесінің алғашқы функциясын табу үшін 2 минус x-тің минус 4 дәрежесі деп жазып алуға болады. 2 минус x-тің 4 дәрежесі деп алсақ, минус 4 дәрежесі қосу 1. Минус 4-ке 1-ді қоссақ, минус 3. Бөлімінде минус 4 қосу 1 болады ғой. Минус 4-ке 1-ді қоссақ, минус 3 болады. Осы жердің қалай шығарғанын түсіндіріп жатырмын. Бұл жер осылай шықты. Енді бізде мына 2 4-ке көбейтіледі. Сонда 4 көбейту 2 бөлу 15 көбейту 2 қосу 3, 2 қосу. Мына қосуымыз, балалар, мына минус пен мына минус плюс болды. Енді біз мынау ғой, қазір жазайын деп жатқанымыз. Сонда мына жерде 1 бөлу дәрежесі минус болғандықтан бөлшек түрінде жаздық. Бұл болады бізде 1 бөлу 3 көбейту 2 минус x-тің 3 дәрежесі болады. Мынау 3 өзі. Мына 3-тің алдындағы минус мұнда болды, онда айттым жаңа, қосусы болады. Сонда алғашқы функциясы 15-тен 8, 2 түбір асты 3x қосу 1 бөлінген 3, 2 минус x-тің 3 дәрежесі қосусы. Оқулықтың соңындағы жауабы да осылай шығып тұр. Екіншісі, осы есептің екіншісін көрсетейік. X-тен f тең 1 бөлінген 2 түбір асты x минус 5 қосу косинус 2 қосу 3-тен 1 x функциясының алғашқы функциясын табыңыздар дейді. Қосылғыштардың жеке-жеке алғашқы функция табамыз. 1 бөлу 2, 1 бөлу 2 түбір асты x минус 5-тің алғашқы функциясын табатын болсақ, мұндағы 2-ден 1, мына тұрған 2-ден 1. 2-ден 1, мынау тұр. Мынау 2 дегеніміз 2x-тің түбірдің қасиеті бойынша 1 бөлу түбірдің алғашқы функциясы 2 түбір асты x қой. Сонда формуладағы 2 мынау. X минус 5 мына есептің берілгені қосу. Енді косинустың алғашқы функциясы синус болады. Синус косинустың алғашқы функциясы синус болады. 3-тен 1 алдына шықты. 2 қосу 3-тен 1 x. Сонда есептің жауабы болды бізде x минус 5 плюс 3-тен 1 синус 2 қосу 3-тен 1 x қосу с-ға тең болды.